Уақыт өте келе халық арасында бұзақылық тарады. Дегенмен адамдар Аллахты жалғыз деп білетін. Адам дүние салғаннан кейін 1000 жылға дейін жер бетінде пұтқа табынушылық болмаған. Бұл аралықта адамдар таухидте жүргенімен қылмыс пен бұзақылық көбейді. Дегенмен олардың арасында ізгі кісілер де бар еді. Адамдар оларды құрметтеп, тағзым ететін. Дәл қазіргі кездегі сияқты адамдар ғалымдар мен ізгі адамдарды сыйлады. Бірақ күнә істеулерін жалғастыра берді. Қазіргі таңда да халық арасында осы әдет қалыптасқан. Ізгілерді шектен тыс дәріптеу адамзат тарихында алғаш ширктің бас көтеруіне себеп болды. Имам әл-Бұхари Алла тағаланың олар тәңірлеріңді тастамаңдар, Уатты, Суақты, Яғусты, Яғуқты және Нәсірді әсте тастамаңдар деседі. Деген сөзінің тәпсірінде Ибн Аббастың бұлар Нух пайғамбардың қауымындағы ізгі адамдардың есімдері. Олар дүние салған уақытта шайтан олардың қауымын азғырып, олардың мәжіліс құрған орындарына ескерткіш ретінде белгі тас қойыңдар, және ол тастарды сол адамдардың атымен атаңдар деді. Олар солай істеді. Бұл Уат тасы, ал мынау Яғуқ пен Нәсірдің және тағы сол сияқты тас деп аталды. Бірақ оларға табынбады. Осы тастардың тарихын білетін адамдар дүниеден өтіп, кейінгі ұрпақтар дүниеге келді. Олар бұл тастардың қиссасынан хабарсыз еді. Олар тастарды тәбәрік деп білетін. Бұл тастардың не үшін қойылғаны туралы мәлімет ұмыт болып, оларға табынды. Ибн Аббас радиаллаху анху Нухтың қауымында болған пұттар кейіннен арабтарға өтті деп айтқан. Аллахқа серік қосу көбейіп, адамдар ширкке бой ұрды. Сонымен құлпы тастарға сыйыну кезеңі басталды. Нух алейхиссаламның дағуаты. Нух алейхиссаламның толық аты жөні Нух ибн Ламит ибн Матушалих ибн Идрис. Идрис оның бабасы. Ол кездегі адамдардың өмір жасы ұзақ болатын. Сол сияқты Нух та 1000 жылдан астам уақыт өмір сүрді. Оның уақытында адамдар арасында күпірлік пен ширк көбейді. Адамдар пұттарға табынды. Адам заманында негізгі сенім таухид болса, Нухтың елші ретінде жіберілу қарсаңында қауымындағы негізгі сенім дәрежесіне ширк шыққан еді. Ибн Аббастан радиаллаху анху жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам мен Нухтың арасы барлығы ислам болған 10 ғасыр деген. Демек адамдар адамнан кейін 1000 жыл таухидте өмір сүрді. Сосын шайтан азғырып, олар пұттарға табына бастады. Иман таухид және жалғыз Аллахқа ғибадат ету жойылып, пұттар құлшылық ғибадаттың негізіне айналды. Сонда Нух келді және ол Алла жолына шақыруда өте үлкен күш қайрат жұмсады. Алла тағала Құранда расында Нухты еліне қауымыңды күйзелтуші азап келуден бұрын ескерт жібердік деп айтқан. Нух қауымына күтіп тұрған азапты ескертіп, ей қауымым, шын мәнінде мен сендерге анық ескертушімін. Аллахқа құлшылық қылыңдар, одан қорқыңдар және маған бағыныңдар. Ол күнәлеріңді кешіріп, және сендерді белгіленген бір мерзімге дейін қалдырады. Егер білген болсаңдар, шын мәнінде Аллахтың белгілеген мерзімі келсе, ол кешіктірілмейді деді. Нух дағуат жасап, күні түні олардың үйлеріне, жиындарына барды. Олармен ашық және құпия түрде кездесіп, жалпылай және жеке-жеке сөйлесті. Нух оларды 950 жыл бойы Аллахтың жолына шақырды. Ол Раббысына: Раббым, расында мен елімді күндіз түні шақырдым, бірақ шақыруым олардың қашуын ғана арттырды. Мен оларды сенің кешіруің үшін шақырған сайын, олар саусақтарын құлақтарына тығып, киімдерін бүркенген бойда қасарысып, паңданған сайын паңданды. Сосын мен оларды дауыстап шақырдым. Одан кейін мен оларға жария қылып және құпия түрде жасырында айттым. Сондай-ақ оларға: Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, өйткені ол аса кешірімді. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді, сендерді мал-мүліктеріңмен және перзенттермен қолдайды. Сендер үшін бау-бақшалар, әрі сендер үшін өзендер жасайды. Аллахтың ұлылығына үміт етпейтіндей сендерге не болды? Ақиқатында ол сендерді түрлі даму кезеңдерімен жаратты. Аллахтың 7 аспанды қалай қабат-қабат етіп жаратқанын көрмедіңдер ме? Олардың ішінде айды нұр қылып, күнді шырақ қылды. Аллах сендерді жерден өсіріп шығарды. Сосын сендерді ол жерге қайтарады да, сонан кейін қайта шығарады. Аллах сендерге жерді оның кең жолдарында жүрулерің үшін төсеніш қылды дедім, деп үн қатты. Сол уақытта Нухтың қауымын бір кәпір патша билейтін. Ол өз халқына оған құлақ салмауды
және пұттарға табына беруді бұйырды. Нухпен жолығуға тыйым салды. Адамдар патшаға еріп, Нухтан теріс айналды. Сонда ол: Раббым, расында олар маған қарсы келіп, мал дүниесі мен балалары өздеріне зияннан басқаны арттырмаған біреулерге ілесті. Олар зор айлакерліктер істеді және олар: Тәңірлеріңді тастамаңдар, Уәд, Суа, Яғус, Яуқ және Нәсірді әсте тастамаңдар деседі. Расында олар көпшілікті адастырды. Раббым, сен де залымдардың адасуларını ғана арттыр, деп дұға қылды. Әлгі патша Нухтың із басарларының қатарынан бір нәрсені байқады. Олардың барлығы әлсіздер, кедей кепшіктер еді. Сөйтіп патша бір айла ойлап тапты. Ол Нухқа: біз саған адамдармен сөйлесуіңе, оларды дағуат етуіңе рұқсат береміз. Мүмкін біз де саған иман келтіретін шығармыз. Бірақ біз сенімен бірге отырып, сенің шақыруыңды қабылдауымыздан бұрын бір шарт қоямыз. Сен анау кедей кепшіктерді қуып жібер. Олар бейшаралар, ал біз беделді адамдармыз. Олармен бірге отырмаймыз. Біздің ел арасында атақ абыройымыз бар, ал олар болса қауымның ең төменгі өкілдері. Егер біздің саған құлақ салып ілесуімізді қаласаң, олардан аулақ жүр. Болмаса біз сенімен бірге бола алмаймыз, деді. Олардың қойған шарттары мен Нухтың оларға қайтарған жауабы Құранда төмендегіше баяндалады. Қауымының қарсы болған бастықтары: шынында біз сені өзіміз тәрізді адам ретінде көреміз. Және саған тар көз қарастағы шет қағарларымыздан басқаның ергенін көрмейміз. Сондай-ақ сендердің бізден бір артықшылықтарыңды да көрмейміз. Керек болса сендерді өтірікші деп ойлаймыз, деді. Нух: ей елім, көрдіңдер ме? Мен Раббымнан анық бір дәлелде болсам, және ол өз қасынан маған бір мейірім көрсетсе, ал ол сендерге көрінбесе, біз сендерге оны өздерің қаламасаңдар да зорлап қабылдатамыз ба? Ей елім, сендерден бұл үшін мал дүние сұрамаймын. Алар ақым Аллахта ғана. Ал мен иман келтіргендерді қумаймын. Өйткені олар Раббыларына жолығушылар. Бірақ мен сендердің надандық істеп тұрған қауым ретінде көремін. Ей елім, егер мен оларды қусам, мені Аллахтан кім қорғайды? Түсінбейсіңдер ме? Сендерге мен де Аллахтың қазыналары бар демеймін. Мен ғайыпты да білмеймін. Мен бір періштемін демеймін, және көздеріңе ілмейтіндерге Аллах сендерге жақсылық қылмайды деп те айтпаймын. Аллах олардың көкейлеріндегіні жақсы біледі. Онда егер оларды қусам, мен залымдардан боламын, деді. Олар: ей Нух, сен бізбен жанжалдасып талас тартысты көбейтіп жібердің. Шын айтқан болсаң, енді бізге боп салаған нәрсеңді келтір, деді. Нух: егер қаласа оны сендерге Аллах қана келтіреді. Сендердің одан бас сауғалауға әлдерің келмейді. Егер Аллах сендерді адастыруды қаласа, сендерге насихат айтуды қаласам да, насихатым сендерге пайда бермейді. Ол Раббыларың, сендер оған қайтарыласыңдар, дейді. Сонымен Нух пен қауымның ортасында қарама-қайшылық туындады. Нухтың қауымы оны айтқан үгіт насихаттарына құлақ салмай, оны жындыға балады. Жаңадан келген әрбір ұрпақ бұзықтыққа алдыңғыларынан асып түсті. Алайда Нух оларды шақырудан жалықпады. Бірақ 100 жылдар өтсе де, санаулы адамдардан басқа ешкім иман келтірмеді. Сонда Алла Тағала тарабынан Нухқа: еліңнен бұрын иман келтіргендерден басқалары енді әсте иман келтірмейді. Енді олардың істегендеріне кейіме, деп уахи етілді. Нух 950 жыл бойы Алла Тағаладан бұйрық келгенге дейін үмітін үзген жоқ. Сондағы Нухқа ілескендердің саны бір деректе 10, ал кейбір тарихшылардың деректерінде 80 адам деп көрсетілген. Енді Аллахтан олардан басқа ешкім иман келтірмейді деген әмір келген уақытта ол: Раббым, расында олар маған қарсы келіп, мал дүниесі мен балалары өздеріне зиянынан басқаны арттырмаған біреулерге ілесті. Олар зор айлакерліктер істеді, және олар: Тәңірлеріңді тастамаңдар, Уад, Суа, Яғус, Яғуқ және Нәсірді әсте тастамаңдар деседі. Расында олар көпшілікті адастырды. Раббым, сен де залымдардың адасуларын ғана арттыр. Раббым, жер жүзінде кәпірлерден ешбір тұрғын қалдырма. Егер оларды қалдырсаң, құлдарыңды жолдан адастырады да, бұзақы кәпір балаларды ғана туады, деді. Сосын ол: Раббым, мені, ата-анамды, үйіме мүмін болып кіргендерді және мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді кешіре көр. Ал әділетсіздерге құрып кетуден басқаны арттырма. Раббым, мені елім өтірікшіге шығарды. Енді мені мен олардың арасын ашып үкім бер. Мені және менімен бірге мүміндерді де құтқар, деп дұға қылды.
Нух Алла Тағалаға жерден беруін сұрап дуға қылды. Сонда оған біздің бақылауымыз және нұсқау уахимыз бойынша кеме жаса. Қашан әміріміз келіп, тандырдан су қайнаса, сонда әр жыныстан бір жұп және жазаға үкім берілгендерден басқа отбасыңды алып кемеге түс. Сондай-ақ залым болғандар жайында маған сөз айтпа, өйткені олар суға батуға тиіс деп уахи еттік деген. Біздің бақылауымыз және нұсқау уахимыз бойынша кеме жаса дегені, яғни Алла Тағала Нухқа кемені Жәбірейіл періштенің үйретуімен жасауды бұйырған. Кеме өте алып, үлкен еді. Бір хабарда оны 100 жылда жасап бітірді деп айтылады. Олар кемені құрлықта жасады. Алғаш болмағандықтан өздері ағаш отырғызып, сол ағаштар жетілген соң барып кеме жасауды бастаған. Арнайы темір әкеліп шеге дайындаған. Сонда қауымы Нухтың дағуатты тастап кеме жасаумен айналыса бастағанына таңданып, оны әжуалай бастады. Олар: "Ей Нух, пайғамбарлықты тастап ағаш ұстасы болып кеткенсің бе?" деп мысқылдады. "Ей Нух, құрлықта кеме жасамақсың ба?" деп тәлкек етті. Кеменің сипаты туралы Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху: кеменің ұзындығы 300 кез, ені 50 кез, ал биіктігі 30 кез болды. Төбесі жабық еді және оның бір-бірінің астында орналасқан 3 есігі болды делінген. Демек ол төбесі ашық, қарапайым ғана кеме емес. Төбеден жабылған нөсер жаңбыр ішіне құйылып, батырып жібермеу үшін асты үстінен жабылған су асты кемесі тәрізді әрі 3 қабатты алып кеме болған. Оның әр қабатында бір қатардың бойында орналасқан жеке есіктері бар. Бұл кеме қазіргі таңға дейін сақталған. Оның бұзылмай сақталғандығы жайында Құранда: "Әрі оны аят белгі етіп қалдырдық. Енді ескерту алушы бар ма?" делінген. 20 ғасырда ғалымдар Нухтың кемесін іздеп тапқан. Кеме екіге бөлініп кеткен. Төбесі жабық 3 қабатты кеме Түркиядағы Жуди тауынан табылған. Ол кеме бейне таспаға да түсіріліп, кезінде телехабарлар арқылы да көрсетілген. Кеме жасалып біткен соң топан су келді. Алла Тағала Нухқа белгі берді. Ол Нухқа осы белгі көрінген кезде мүміндер мен өз отбасын және жер бетінде өмір сүретін жануарлардың әр қайсынан бір жұптан алып кемеге мінуді бұйырды. Ал ол белгі тандырдан судың қайнап шығу болатын. Тандыр сөзіне келер болсақ, тәпсіршілер бір-біріне қарама-қайшы пікірлер бар. Кейбіреулер тандырды су шығатын бұлақ деп ұққан, бірақ бұл пікірлердің ең дұрысы аяттағы тандыр, кәдімгі от жағып нан пісіретін орын. Сонымен бір күні Нух сол белгіні көрді. Тандырдан су қайнап шыға бастады. Ол тездетіп беткейдегі кемеге бет алды. Ал онда жер бетіндегі әрбір жануардан бір-бір жұп жиналып кемеге мінуді күтіп, сап түзеп тұр еді. Алла Тағала оларды жер шараның әр қиырынан жинаған еді. Кеменің астыңғы қабатына жыртқыштар мен өзге де жануарлар, орта қабатына адамдар, ал үстіңгі қабатына құстар орналасты. Нух кемеге өзіне ерген мүміндерді және жануарларды жайластырып болған кезде Алла Тағаладан жер бетіндегі нәрселердің барлығының жойылуы туралы әмір келді. Бұл әмір аспан есіктері ашылып, жаңбыр құю және жер қойнауы жарылып, су атқылау арқылы жүзеге асты. Жерді су басып, адамдар мен жануарлардың барлығы бата бастады. Су көбейіп, қалалар мен ауылдарды алды. Судың беті жер бетіндегі ең биік таулардан 15 кезге дейін жоғары көтерілді. Нухпен бірге болғандардан басқаның бәрі суға батты. Алла Тағала осы топан кезіндегі жайды Құранда: "Сонымен Нух кемеге шықты. Су деңгейі кеменің астында жақындағанда ол оған кемеге отырыңдар, оның жүруі де тұруы да Алланың атымен. Расында Раббым өте кешірімді, аса мейірімді" деді. Ол кеме оларды таулардай толқында алып жүрді деп сипаттайды. Алла Тағала Нухқа онымен бірге отбасында құтқаруға уәде берген еді. Шын мәнінде оның бір ұлынан басқа барлық отбасы мүшелері, әйелі өзімен бірге кемеге шықты. Алла Тағала Құранда Аллах кәпірлерге Нухтың әйелі мен Лоттың әйелін мысалға келтірді. Ол екеуі біздің құлдарымыздан екі ізгі құлдың әйелі еді. Ол екеуіне опасыздық етті. Сонда ол екеуіне Аллахтың алдында ештеңе пайда бермеді және екеуін кірушілермен бірге тозақ отына кіріңдер делінді. Оның кәпір әйелі бұл кезде өліп қалған еді, ал кемеге мінген әйелі иманды болатын. Нухтың иман келтірмеген бір кәпір ұлы ғана кемеге отырмады. Оның аты Ям болатын. Бір деректерде оны Канған деп те атайды. Су тасқыны кезінде оны әкесі кемеге шақырды. Нух айырылуда болған ұлына: "Ей балақайым,
бізбен бірге кемеге отыр, кәпірлерден болма деп дауыстады. Баласы Канған: мен судан сақтайтын тауға паналаймын деді. Нух: бүгін Аллахтың әмірінен ол рақымшылық еткендерден басқаға сақтаушы жоқ дегенде екеуінің арасында толқын түсіп, Канған суға батқандардан болды. Нухқа Алла тағала оның отбасын құтқаруға уәде берген еді. Енді болса бір ұлы суға батты. Сонда Алла тағалаға жалбарынып: Раббым, негізінде ұлым отбасымнан ғой, расында сенің уәдең ақиқат, сондай-ақ сен ең тура үкім етушісің деді. Алайда Нух ұлының суға батқаны үшін Алла тағалаға қарсылық білдірмеді. Сонда Алла тағала: ей Нух, ол сенің отбасыңнан емес, өйткені ол ұлыңның істегені дұрыс іс-амал емес. Сондықтан білмеген нәрсеңді менен сұрама. Саған надандардан болмауыңды насихат етемін деді. Сол кезде Нух бірден Раббысына тәубе етті. Раббым, білмегенімді сұраудан өзіңе паналаймын. Егер мені кешіріп, маған рақымшылық қылмасаң, зиянға ұшыраушылардан боламын деді. Нух ешқашан Аллахқа қарсы шықпаған. Оның жалғыз қателігі осы ұлына қатысты қойған сұрағы болды. Сонымен кеме таудай толқындарда жүзіп кете барды. Жер бетін су басып, адамзат тіршілігі және сонымен қатар хайуандар мен құстардың барлығы жойылды. Кемедегілерден басқа ешбір тірі жан қалмады. Ибн Аббас радиаллаху анху олардың кемеде 6 ай жүргендігін айтқан. Ақыр соңында Аллахтың әмірімен су тасқыны тоқтады. Нухтың кемеден түсуі туралы көптеген мәліметтер мен деректер бар. Солардың бірінде Нух топан суды тоқтағанын білу үшін көгершінді ұшырғандығы жайында айтылады. Бірақ көгершін еш нәрсесіз қайтатын. Біразға дейін осылай жалғасты. Сосын бір күні ол көгершінді қайтадан жіберді. Сонда ол бір зәйтун ағашының жапырағын алып келді. Осы арқылы Нух ағаштар бой көрсетіп, судың тартыла бастағанын білді. Сонан соң оны тағы да ұшырды. Бұл жолы көгершіннің аяғы лай болып қайтты. Сол кезде ол судың толық тартылғанын білді. Бұл әңгіме тарихи кітаптарда кездеседі. Көгершіннің кейбір елдерде бейбітшілік рәмізі ретінде танылуы мүмкін осы әңгіме негіз болса керек. Алла тағала жақсы біледі. Нух және онымен бірге болғандар кемеден түсті. Бүкіл адам ұрпағынан тірі қалғандар осылар болғандықтан жерде тек Нухтың ұрпақтары ғана тіршілік етіп қалды. Сондықтан оны екінші адам немесе адамзаттың екінші атасы деп атайды. Өйткені барлық адамдардың түбі Нух пайғамбарға барып тіреледі. Нух су тасқынынан кейін 350 жыл жасады делінген. Ол бүкіл өмірін Аллахқа ғибадат етумен өткізген.